Ескі ақуыздардың орнын жаңа ақуыздар басу үшін алдымен бойдағы қоқыс болып жиналып қалған ақуыздар кету керек. Бұл ғылымды терең зерттеген Исинори Асуми адамның бойында осы ақуыздар қаншама жылдар бойы қоқыс болып жиналып, оның түрлі ауруларға апаратынын зерттеп дәлелдеп берді. Осы ақуыздардың ет өнімдерінен көбіне келетінін айтты. Яғни біз өзіміздің бойымыздағы ақуызды қорытып алмай, сырттан келетін ет өнімдерінің ақуызының маңызы қаншалықты? Әрине, етте В12 дәрумені кездеседі. Ол организмге қажетті. Бірақ біздің организмде еттен келетін ақуыздың мөлшерінің тым көптігі соншалық, біз өз бойымыздағы ақуызды қорытпай, сол сырттағы ақуызды қорытып отырмыз. Яғни организм еттен келетін ақуызды қабылдаған кезде іштегі ақуыздарыңыз сол қалпында қала береді. Қалып кеткен ақуыздар міндетті түрде қоқысқа айналып кетеді. Аутофагия процесі осы қоқыстарды қайта түрлендіріп, жаңа энергияға айналдыруға барынша күш салады. Енді осы процеске көмектесу үшін адам баласы не істеу керек? Аптасына бір немесе 2 рет сумен болса да ашығып тұру маңызды. Осы арқылы біз бойымыздағы ескі ақуыздарды жойып отырамыз. Бірақ біз үшін ет тағамдарының тартымдылығы неде? Себебі оның құрамында май болады. 1 грамм етте 9 калория, ақуыз 4 грамм кездеседі. Адамдардың ақуызға жақын болуы эволюциялық генімізде жазылып қалған жағдай. Ет өнімдері, шоколад, қант сияқты адамды етте өзіне тәуелді етіп қойған. Ғалымдар ет жеген кезде адамның миына нан және тәттілерді жеген сияқты бірден инсулин бөлетінін байқады. Инсулин мидағы допаминмен тығыз байланысты. Допамин деген адамның рахат алу сезіміне жауап береді. Допамин арқылы адам әр нәрседен ләззат алып отырады. Мысалы, никотин, кокаин, шайдың өзі адамды өзіне тәуелді етіп, допамин тудыртып қоятын жағдайға жеткізеді. Сонымен, түрлі тәттідегі көмірсулар жұмсақ әрі тәтті болғандықтан бірден еріп ағзаға, миға әсер етіп инсулин тудыртады. Яғни, миға бірден допамин тудыртатын тағамдар, олардың артында инсулин бөлінісі тұрғандығын түсінуіміз қажет. Түрлі тағамдардағы май және холестериннің мөлшерін сіздер мына кестеден көре аласыздар. Яғни, холестерині аз нәрсені жеу біздің организмге пайдалы. Біз көбіне қандай өнімдерді жеп жүрміз? Жүрек ауруы қандағы майдың холестериннің артуынан басталады. Яғни адам шектен тыс ет өнімдерін пайдаланған кезде холестерин бөліктері оның артерия қабатында тұрып қала береді. Бұл жүрекке қан апаруын тежейді. Ет өнімдерін азайту арқылы жүрек артериясының жұмысын белсенді етуге болады. Холестеринді азайтамыз. Адам өзінің холестерин деңгейін қалыпты ұстап жүретін болса, ерте қартаю, ұмытшақтық, түрлі стресс сияқты ауруларға мүлде аз ұшырайтын болады. Яғни адам жануардан келетін белокты өсімдік майына көбірек алмастыратын болса, өсімдік майлары организмдегі клеткалардың жаңаруына әкеледі. Бұл жағдай сүйектерімізді қалпында ұстайды. Бұл процесс бүйрек, бауыз сияқты аурулардың алдын алады. Жас баланың организмі тамаққа өте сезімтал болады. Оларға біразға дейін тығыз ет өнімдерін бере алмаймыз. Организм қабылдамайтын білеміз. Адам баласы өсе келе осы сезімдалдықтан табиғи түрде өзіміз айырылып қаламыз. Себебі тәннің басқаруына ілесіп кетеміз. Мидағы допаминді тыңдаймыз. Мысалы, Америкада еттен жасалған дайын тағамдар көшеде көптеп сатылатын болғандықтан, бұл мемлекет семіздік және жүрек ауруы салдарынан алғашқы орындарда тұр. Гарвард университетінің зерттеулері бойынша тоқ ішектің тағы түрлі ауруларды ет жемеген кезде азаятынын байқады. Етке шектеу қою арқылы салмақты 40% тез тастайтын боласыз. Негізі адамның ішегі жануарлардың ішегі сияқты ұзын болып келеді. Себебі шөптесін өсімдіктерді жеуге арналған. Сондықтан тығыз тағамдар жеу біздің ұзын ішегімізде баяу қорытылып, көбіне ішектің бойында қалдық болып қалып кетіп жатады. Адам организмі және оның ерекшелігі туралы алдағы уақытта тағы да өздеріңізбен бөлісетін боламын. Егер біздің каналдағы ақпараттар ұнаса, таныстарыңызбен бөлісіп, лайк қойып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.